Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін тағы өзгерістен кейінгі былайша айтқанда сұхбат алу подкасты. Бүгін бізде қонақта Ақатай Арысбек Исағалиұлы, қош келдіңіз. Бәрі жақсы, әлі өзгерістен кішкене шыға алмай жүр. Атмосферасы өзгеріс барысындамыз негізі. Енді көп келген қонақтарға өзгеріс жайлы сұрақ қойып жатырмын. Негізі бүгін енді сіз организатор былайша айтқан соң басы қасында жүргеннен кейін үлес қос жобасы үлкен проект қой. Үлес қос аясындағы жобалар деп айтайықшы. Иә, жобалардың несін сұрап алсақ, біліп алсақ деген ниеттеміз. Үлес қос негізі енді өзгеріс дегенде үлкен ауқымды лагерь болды ғой. Үлес қос бағдарламасы аясында үлес қос негізі ол жастар саясатына үлес қос деген сияқты жастарды осы өкіметтің, мемлекеттің жасап жатқан үлкен бір мүмкіндіктерін таныту мақсатында ұйымдастырып жатқан, яғни үлес қос ауыл аймақтарын тек қана Алматы, Астана, Шымкент деген үлкен қалаларда ғана емес, басқа да ауылды аймақтарда да жастардың осындай мемлекеттік бағдарламаны білу үшін, өздерін саясатқа қосу үшін деген сияқты бір мүмкіндік сыйлау мақсатында ұйымдастырылып жатыр негізі. Саясатқа келетін болса, енді бұл тікелей мемлекеттік саясат болмаса да ол кез келген адам негізі өмірінде саясат үлкен рөл ойнайды. Айтады ғой, негізі сен саясатқа араласпасаң да саясат саған араласады деген сияқты. Ең басында мектептен бастасақ та даже мектеп президентіне тағайындаудың өзі ол бір кішкентай саясаттың бөлшегі. Өзімізге келетін болсақ, негізі 17 бұл негізі 17 облыс, 3 мегаполистік қала бар, соның бүкілін аралауға бағытталған. 17 облыстың ішінде, яғни облыстың ішінде аудандар деген сияқты, мен өзім Жетісу облысына барып қайттым. Сарыөзек, Жансүгіров ауылдарына деген сияқты ауыл аймақтарында бүкілінде колледж бар. Колледждің жастарымен кездестік, ішіне мықты деген білікті жастар өте көп, қызығатын. Үлес қос жобасының негізгі міндеті Қазақстандағы жастардың дамуына үлес қосу деп алсақ та болады, иә? Қазіргі уақытта үлес қостың аясында бізде жаңа сайт қосылды, үлескос.kz. Ол жақта да 10 мыңға жуық, қазіргі уақытта 5 мың, 6 мың жас тіркелген шығар негізінде. Сондай сайтта ол жақта да өкіметтің беріп жатқан мүмкіндіктерін тоже уақытылы жариялап айтып отырды. Әрбір подкастта осылай айтып отырамыз, үлескос.kz-де жаңа 5 бағыт бойынша сабақтар өтеді деген сияқты, және тегін соның бәрін айтып отырмыз. Барынша тіркеліп, өздерінде керегін алып келіңіздер. Негізі бұл енді үлес қос жастардың дамуына. Үлес қос жобасының ішінде тағы әлі біз естімеген, көрмеген қандай жобалар бар? Бұлай енді подсказка дейді, спойлер болсын. Біз енді келесі жылға билдқа негізі аяқталып жатыр. Үлес қос жобасы енді келесі жылда тағы өзінің несін табатын болады, жалғасын табатын болады. Бұйырса келесі жылы тағы нақтылап айтатын боламыз. Енді қазіргі уақытта үлес қосының бір үлкен жетістігі бұл сайт қой. Қазақстан Республикасы бойынша жастарға арналған бір единый сайт әлі жоқ негізі. Мүмкіндіктер түсіндіретін, көбісі білмейді шетелге қалай түсуге болады деген неше түрлі мүмкіндіктер беріліп жатқан. Сол сияқты сондай мүмкіндік сыйлап жатқан үлкен биылдықтың өзіне көп жұмыс жасалды. Келесі жылы алдағы уақытта айтатын боламыз нақтысын. Жаңалықтардан қалып болмау үшін сол үлес қос.kz сайтына тіркелуге болады. Жаңалықтардан қалмаңыздар. Олар енді былай сұрақ болғанда қызық та, жаңағындай Қазақстан түкпір-түкпірін аралап келдіңіздер. Реально жағдайы жоқ ауылдарда жастар бар ма екен, бетке ұстар менмін дейтін? Қазақтың ертеңгі күндері үшін қан жеуге дайын жастар бар ма екен? Енді ауылды аймақтарда бәрі білетіндей қала мен ауылдың баласының екеуінің айырмашылығы болады, яғни оларға по-любому қатты қызық емес та. Бізге қаланкілер көріп алғаннан кейін кішкене қызығады, олардың қызығушылығы басқа жақта. Мысалы көптеген ауылдарда, колледждерде оқытуы андай инженер, механик, сондай слесарь деген сияқты мамандықтарды оқытады. И олар саясат жайлы көп нәрсе білмейді негізі. Но білетіндер бар. Болашақта біз осындай қалаға түсіп, басқа да нелер оқимыз. Енді қазіргі уақытта саясатқа емес, көбінесе андай аз уақыттың ішінде курс оқып, мобиолог болып кетемін, таргетолог болып кетемін. Қызығушылық бойынша негізі өзінің ойын еркін жеткізетін жастар өте көп. Ауылдардың өзінде болсын, ауылдың өзінде өмір сүру оңай емес қой, бағанағыдай. Өздерінің
саясат жетпей қалғанда саясат болғанмен олардың өздерінің саясаты бар Ол да. Шымкенттің балалары андай саудаға пысық болады деген сияқты ауылдың әрқайсысының өзінің біреу сол өздерінің тіршілігін жасап жүрген адамдар ғой негізінен. біздің естуіміз бойынша альянс, яғни Алматы жастар альянсының бетке бір мүшесісіз. Сол жайында олар қаяқтан келдіңіз, қалай болды бәрі бастамасын айта кетсеңіз. Иә, негізі Көгілдір экран ажардағы көрермендерге осындай лагерлерге немесе жаңағыдай ұйымдастыру өзінің қабілеттерін арттыруға кішігірім өзіңіздің ақылыңызды кеңесіңізді беріп кетсеңіз дегендей ғой. иә, Жақсы сұрақ. Бізде енді жастар саясатына деген бір кішкентай қызмет қой енді. Универге түскен кезде енді Қазақ ұлттық университетін аяқтадық, құдайға шүкір, бірақ мамандықты өзіміздің қалауымызбен түскен жоқпыз. Мысалы, общий медицина түсеміз деді, қазір ол биотехнолог болып кеттік, и сабаққа қарағанда активистке өмірге қатты көңіл бөлдік та. Казгуда Сұңқар студенттерінің магистранттары кәсіподағы деген бар, сол жақта көп 4 жыл бойы жүріп, оқып бітіргеннен кейін, енді өзім мамандығым қызық болмағаннан кейін сондай бір жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры деген бар. Иә, соны жастар саясат шақыртуға Алатау жастар ресурстық орталығының жетекшісі болып тағайындалдым. Құдайға шүкір, ол 8 айда жұмыс істеп, 8 айдан кейін бөлім басшысына ауыстым. Яғни Алматы қаласы бойынша жастар ресурстық орталығының жетекшісі болдым. Солай жұмыс істеп жүрмін. Қазіргі уақытта сәл өзімнің бағытымды ауыстырып көрейін дедім. Енді саясат более официальный болғаннан кейін альянс кішкене жеңілдек, бірақ жобалар өте көп жасап жатқан. Сол үшін де қазір кішкене үзіліс алып, одан кейін альянсқа кірдім. Альянсында үлесқостан басқа да көптеген жұмыстар бар. Негізі көрінбейтін бар. Үлесқостан бөлек жігер деген несі өтті. Яғни атарда жастарды әскери патриоттыққа тәрбиелеу, әскерге шақыру мақсатында ұйымдастырып жатқан жігер жобасы өтті. Атарда 40 күн қасып жүргендерді, яғни ол жерде мүмкіндік қандай болды? 24 жастан басында 18 жастан жастарды алып кетті, яғни 14 күннің ішінде армияда қандай жағдайын шет жағасын көріп қайтты да, өздері армияда болған сияқты. Бірақ 2 апталық көлемінде. Одан кейін тағы да іріктеу жасалып 30 адамды бана 24 жастан 27 жасқа дейін 40 күндік армиялар бар. Соған іріктеп жасап комиссия отырысымен тоже сол жаққа жіберді. Қазір ол жігер аймағында жігер жобасының аясында кездесулер өтіп жатыр. Ол жобаның өткен себебі негізі қазақ жастарының өзінің мемлекетіне деген махаббатын ашу, патриоттық сезімді дәріптеу, әскерге деген қызығушылығын арттыру деген. Қазір осы жақында көріп қалдым, айтпақшы. Бүркіт деген сериал кино шықты, тоже осы Қазақстанның спецназ жайлы, армияға шақыру жайлы мақсатта қызықтырып жастарды енді өте күшті бастама деп ойлаймын. Негізі әйтпесе қазақтар көп комедия түсіріп кетті ғой көбінесе. Әлемге киномен шығып жатқаннан кейін бір қуанады екенсің да. И сол үшін қазақтың киносын қолдайық. Жаңа өзгеріс лагеріндегі медиа бағыты бойынша дейді ғой, сол медиа бағытында бір деңгейі бойынша көтеріліп келе жатырмыз деген секілді. Иә, өзгеріс лагерінде айтпақшы өте күшті аяқтау несі болды, яғни Оян Міржақов фильм бірге бәрімен тамашалап, еще бас режиссермен кездестік, өте күшті әсер алды негізі. Ол күшті аяқтау мықты деп ойлаймын. Балалар жыла, қайтқысы келмейді. Сол өзгеріс лагері жөніне келетін болсақ, сол өзгеріс лагерінде болған менторлармен кездесіп, олардың жобаларын көріп, олардың тәжірибелерін басқалармен бөліскенін көріп, атырап байқап жатсыздар ма? Иә, негізі менторлармен көп байланыстамыз, тікелей. Өзінің әрқайсысының кураторы бар, 5 бағыт бойынша өзінің кураторы бар. Яғни олар 50 адаммен кездесу өткізу міндеттелген. Әр өзінің ауданына бар, ол жақтан 5 күн ішінде алған білімін өзінің ауданындағы, ауылдағы жастармен бөлісу мақсатында. Көп рахмет Рысбек аға. Бізде әр былайша айтқанда подкасттың соңында келген қонағымыздан біздің жастарға деген, болашағымызға деген бір ыстық лебіз, ілтипат тілектерін тыңдайтын едік. Сол тілектеріңіз болса мархабат. Көп рахмет, шынымен бүгінгі подкастқа шақырғандарыңызға. Өзім бұндай неге шықпағалы көп болып еді үзілістен кейін. Ал барлық жастарға негізі сәттілік, біздің өзіміздің менторларға, біздің көрермендерге үлкен сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жолығамыз деген ойдамыз. Еліміз
еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сіздермен болған Ахатай Ырысбек Исағалиұлы. Қош сау. Көріскенше.